Достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Осындай менің сабағыма келгендеріңізге өте қуаныштымын. Сіздер жаңа білім үйренетін боласыздар. Яғни қолөнер деген ешқашан да еш жерде қалмайды. Бұл қазіргі уақытта хит болып жатқан мамандық, яғни осындай гипстен түрлі бұйымдар жасауымызға болады. Мысалға, мынау әдемі декоративный гүліміз. Мысалға біз кафеге барғанда осындай гүлдерді көретін боламыз, әдемі декор ретінде қойылады. Үйімізге де әдемілік. Яғни әдемілікті жақсы көретін жандарға арналатын сабағымыз. Гипстан тек қана бұндай ғана өнімдер емес, өте көп нәрселер жасалады. Гипстан капелка жасауымызға болады. Мысалы, суретшілер адамның басын салатын мүсіндер болады ғой, сондай мүсіндер жасауымызға болады. Ал бұл бізде әдемілік үшін, мысалға, осындай әдемі сервировка ретінде, мысалы, қонақ келген кезде столымызға қазір сервировка бол ғой, осындай сервировка ретінде әдемілікті беру үшін осы заттарымызды пайдалансақ болады. Мінекей осындай мынаған, мысалға, свечи салып қоюымызға болады. Дайын гипстен жасалған біздің бұйымдарымыз, мінекей осындай жапырақ тарелкаға бижутерияларымызды салып қойсақ болады. Осындай неше түрлі заттар жасауымызға болады гипстан. Бұл әдемілікті жақсы көретін қыздарға арналады. Ал ендеше біз кеттік, құрал-саймандармен, құрал-жабдықтармен танысайық. Құрметті курс қатысушылары, енді біз заттармен танысатын боламыз. Өте бізде бұл бюджетный бизнес деп айтсақ болады, яғни бағалары қолжетімді барлық қаладан табуымызға болады. Міне қараңыздар, бізде ең керекті біздің осы гипсіміз. Біздің гипсіміздің бағасы, мінекей, 1 килосы 1000 теңге тұрады бізде гипстің бағасы. Одан кейін бұл гипстің кәдімгідей стройматериал сататын жердегі гипс емес, бұл арнайы осындай декорлар жасауға арналған гипс. Бұны сатып алатын кезде сұрайсыздар, яғни высококомпрошный гипс деп сұрайсыздар. Бұны алдағы уақытта айтатын боламын. Енді келесі кезекте мінекей бізге керекті одноразовый осындай стакандар, одан кейін одноразовый ыдыстар. Бұл одноразовый ыдыстың бағасы 50 теңге тұрады. Бұны біз үлкен көлемді заттар жасау барысында қолданатын боламыз. Ал одноразовый стаканның осындай неде сатылады, 13 штугы 250 теңге тұрады. Бұны біз араластыру барысында қолданатын боламыз. Одан кейін бізге керекті затымыз сушитын таяқшалары, я болмаса осындай арнайы таяқшалар сатылады. Одан кейін бізде осы гипсті түрлі түске айналдыру үшін бізде осындай краскалар қолданамыз. Бұл краскаларымыз бізде колер деп аталады. Мінекей жақынырақ көрсетейін, колер деп аталады. Неше түрлі түсте болады. Менде әзірге 4 түс. Кез келген түсінен табуымызға болады колерлердің. Колердің 1 штугы 500 теңге тұрады. Одан кейін бұл колерді сіздер қайдан табасыздар? Бұл колерді сіздер стройматериал сататын жер, яғни біз үйді ремонттаған кезде эмульсияға қосатын краскалар бар ғой, вот сондай краска сататын жерде осындай колер деп сұрайтын болсаңыздар, осындай колерді беретін болады. Одан кейін келесі кезекте бізге қажетті құралымыз мінекей біздің наждак. Бұл наждактың бағасы 150 теңге тұрады. Наждак бізге не үшін қажет? Наждак дайын болған гипстен жасалған дайын өнімімізді тегістеу үшін қажет болады. Артық жерлерін алып тастау үшін қажет болады. Одан кейін келесі кезекте бізге вилсый қажет болады. Вилсыйды біз гипсті, яғни мінекей мына жерге су әкеліп қойдым ғой, сумен гипсті араластырған кезде біз өлшеп араластыратын боламыз. Әр қалыпқа өлшеп араластыратын боламыз. Одан кейін келесі кезекте бізге керек қасығымыз. Қасықты алып, жаңағы стакандарға салу үшін керек болады. Одан кейін ең қажетті біздің құрал жабдығымыз ол бізде молттар. Яғни қараңыздар, осындай круглый поднос молтымыз бар біздің, әдемі шығады. Одан кейін мінекей жаңағындай декор ретінде гүл салуға қолданылатын біздің кішкене құмырамыз. Одан кейін осындай овальный тарелка секілді, одан кейін жапырақ, одан кейін мінекей мына жерде қарасаңыздар, бұл гүл қоятын, яғни подставник ретінде осылай тұратын декорларымыз. Одан кейін келесі кезекте бізде осындай қолдың молды. Ал біздің құрал-жабдықтарымыз осы. Бұл бізде ең бюджетный, бизнес бастаудың ең бюджетный варианты, өте оңай. Сабақ барысында барлығын түсінетін боласыздар. Жалпы бағалардың барлығын айтып шықтым. Бағалар қолжетімді, барлық қаладан табуға болады. Ал ендеше сабағымызды бастайық.